Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен көктемде жиі жасайтын өте дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен бізге 5-6 редиска керек болады. Редискамызды дәл видеодағыдай жұқалап турап аламыз. Одан кейін бізге осында бір үлкен қияр қажет болады. Қиярымызды да тура редиска сияқты жіңішкелеп турап аламыз. Және бізге бір дана осында үлкендеу чеснок қажет болады. Чесногымызды да дәл видеодағыдай майдалап турап аламыз. Және бізге көк пияз бен кинза керек. Осындай бір бау болу керек. Екеуі видеодағыдай майдалап турап аламыз. Дәміне қарай шым-шым тұз саламыз, және дәміне қарай 3 ас қасықтай майонез саламыз. Майонездің орнын айранмен, бір стақан айранмен ауыстырсаңыздар да болады, өте дәмді шығады. Майонезіміз салатымызбен біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Бұл салат менің көктемде жиі жасайтын салаттарымның бірі. Жасалуы оп-оңай әрі өте дәмді салат. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алда көптеген пайдалы рецепттер болады. Сіздермен болған Динара, ас болсын.